Ассаляму алейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Азия. Сіздермен бүгінгі сабақта біз осындай Прада стиліндегі панаманы тоқып үйренетін боламыз. Бірақ ересек адамға мына жерде мен тек үлгісін ғана тоқып қойдым. Бұл панаманың ерекшелігі осы жеріндегі сеткасында. Кім ересек адамға осындай панама тоқып үйренгісі келеді? Сабақты соңына дейін қараңыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Дайын болсаңыз, бисмиллахпен бастаймыз. Бізге ең алдымен ол панаманы тоқу үшін қажет болатын материалдар. Ярнар джинс плюс пряжасымен тоқимын. Бұл пряжаның номері 87 номер, 55% хлопок, 45% акрил. 100 граммда 160 метр. Бұл дәл Ярнар джинстың 50 граммдық моток бар ғой, 160 метрден тұратын. Дәл сол пряжаның екеуінің составы бірдей. Ол жерде 50 граммда 160 метр болған болса, мына жерде 100 граммда 160 метр. Бізге бір панамаға, ересек адамның панамасына бір ғана моток жеткілікті. Ярнар қандай крючокты қолдануға ұсынады? 5 мм крючокпен тоқуға ұсынады, бірақ мен 3,5 мм крючокпен тоқимын. Қанша дегенмен, бұл панама болғаннан кейін кішкене сәл мынау козырек жақтарын тартып тоқыған дұрысырақ болады, иә? Тығыз етіп тоқыған, яғни. Дайын болсаңыздар, бастайық. Қыздар, менің панамам 56 размерлі басқа дұрыс келеді, яғни 56 размерлі панама тоқимын. Сіз балаға тоқығыңыз келсе, немесе ересек ер адамға тоқығыңыз келетін болса, экранға таблица шығарып қоямын, сол таблицаға қарап өлшеп отырып жазсаңыздар болады. Енді біз кольцо амигуруми жасап аламыз. Панаманы тоқу барысы осы амигурумимен басталады. Қысқа жібіміз сол жақ қолымда, жұмыс жібіміз оң жақ қолымда тұр. Осы крючоктың ішін, кольцомыздың ішін крючокты кіргізіп, 12 столбик с накидом тоқу керекпіз. Яғни, крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін алып шығамыз, және осы жерге 3 воздушный петля тоқимыз бірінші. 1, 2, 3. Бізде 3 воздушный петля 1 столбик с накидом ролін атқарады. Енді біз 11 столбик с накидом тоқу керекпіз. Накид ілеміз. Жұмыс жібін алып шығамыз. Крючокта 3, 2 бірге, 2 бірге тоқимыз. Бұл бізде 1 столбик с накидом, яғни воздушный петлямен 2 болды. Накид ілеміз. 2 бірге, 2 бірге тоқимыз. 3 столбик с накидом. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбик с накидом тоқыдым. Кольцоны, қысқа жіп тұрғанды тартып, кольцомызды бекітіп аламыз. Осылай кольцомыз бекітілді. Енді соединительный столбик жасаймыз. Мынау тұрған 3-ші воздушный петляға соединительный столбик жасаймыз. Бірден шығарамыз осылай. Мынау қысқа жібімізді арасына қосып тоқып жіберсек болады. Енді келесі бірінші қатар бітті, екінші қатар 3 воздушный петля, 2, 3, накид ілеміз, прибавка жасаймыз бұл қатарда. Яғни әр петляға 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. Сонда бізде 24 столбик с накидом болу керек. Біреу, екіншісін дәл осы воздушный петля тұрған жерге тоқимыз. Бұл бізде бір прибавка болды. Келесі петляға да 2 столбик с накидом тоқимыз. Ол екінші прибавка болады. 1, екіншісі.
екіншісі сол жерге. Келесі петляға да 2 столбик. Біреу, екіншісі сол жерге. Бізде барлығы 2, 4, 6, 7, 8-ші сол жерге. 9, 10-ші сол жерге. 11, 12-шісі сол жерге. 13, 14-ші сол жерге. 15, 16-шы сол жерге. 17, 18-ші сол жерге. 19, 20, 21, 22, 23, 24-шісі сол жерге. Рядымыз аяқталды. Соединительный столбикпен бекітеміз. Осылай шығады. Келесі 3 воздушный петля. Накидалеміз. Дәл сол воздушный петля шығып тұрған жерге тағы да столбик с накидом тоқимыз. Бізде бұл қатарда да прибавка болады, бірақ прибавкалардың арасында бір столбик без накида тоқимыз. Яғни біз қазір прибавка жасаған болсақ, келесі петляға столбик без накида жасаймыз. С накидом жасаймыз, кешірім сұраймын. Бір прибавка жасамаймыз. Келесі петляға прибавка жасаймыз. Екінші столбигі. Накидалеміз. Прибавка жасамаймыз, келесі петляға прибавка жасаймыз. Столбик с накидом. Келесі петля прибавка. Яғни бір петляға 2 столбик с накидом. Байқасаңыздар, мына жерде прибавка жасаған жерлер көрсетіп кетейін. Мына жерде прибавка жасалып тұр. Бұлай галочканың белгісі тұр. Мына жерде соның үстінде тағы да прибавка кеп тұр. Мында да сондай. Мынау прибавка, оның арасында бір столбик без накида. Мына жақта прибавканың үстінде тағы да бір прибавка тұр. Осылай біздің дөңгелегіміз үлкейген сайын петляларымыздың саны да артып отырады. Столбик с накидом, прибавка. Столбик с накидом, прибавка. Осылай рядтың соңына дейін прибавкадан кейін бір столбик без накида тоқып отырамыз. Так, на жерге. Прибавка. Столбик без накида. Ой, с накидом. Шатастраверную. Прибавка. Столбик с накидом. 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 Ряд аяқталды. Соединительный столбикпен бекітеміз. Неке. Осылай болып тұр. Біз бірінші рядта 12 столбик без накида тоқыдық. Келесі рядта барлық петляға прибавка жасап шықтық. Одан кейінгі петляда прибавкалардың арасына бір столбиктан тоқып отырдық. Келесі ряд
прибавка 2 столбик с накидом, прибавка 2 столбик с накидом болады. Яғни прибавканың арасындағы сандар көбейіп отырады. Петлялар. 3 воздушный петля, 2, 3, накид ілеміз. Сол жерге столбик с накидом тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидом. Одан кейінгі петляға тағы столбик с накидом тоқимыз. Бір-бірден тоқыдық. Келесі ряд бізде прибавка. Келесі петля прибавка болады. Біреу, екіншісін сол жерге. Келесі петляға 1 столбик с накидом. Одан кейінгі петляға 1 столбик с накидом. Одан кейінгі петляға прибавка. Осылай рядтың соңына дейін прибавкадан кейін 2 столбик тоқып отырамыз, е? Рядтың соңына дейін тоқып болыңыздар, сол жерде кездесеміз. Мінекей қыздар, мен рядты аяқтап соединительный петлямен бекітіп қойдым. Ендігі ряд бізде прибавка 3 столбик с накидом. Прибавка 3 столбик с накидом болды. Дәл солай айналдырып рядтың соңына дейін тоқып шығамыз тағы да. 1, 2, 3 воздушный петля, накид, сол жерге столбик с накидом. Воздушный петляларын тым кейін болып кеткен сияқты. 1, 2, 3. Келесі петляға 1 столбик с накидом, одан кейінгі петляға 1 столбик с накидом, одан кейінгі петляға 1 столбик с накидом, одан кейін барып бізде прибавка болады. Яғни 3 столбик с накидом тоқыдым, одан кейін барып прибавка жасадым. Қазір тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Дәл солай рядтың соңына дейін тағы да тоқып шығатын боламыз. Мінекей қыздар, бұл рядты да аяқтап соединительный петлямен бекіттім. Келесі рядта бізде прибавкалардың арасы 4 столбик с накидом болады. Яғни біз өзімізге қажетті размерге дейін прибавкалардың арасындағы санды петляларды ряд сайын бір петляға көбейтіп отырамыз. Жаңа 2 столбик с накидом болған болса прибавканың арасы, одан кейінгі қатарда 3 столбик с накидом болды. Келесі қатарда 4 столбик, 5 столбик, 6 столбик, 7 столбик деп өзіңізге керек размерге дейін прибавкалардың арасындағы петлялардың санын не істейсіздер? Көбейтіп отырасыздар және өлшеп отырасыздар. Мен қазір өзіме қажет размерге дейін тоқып шығамын, одан кейін сіздермен кездесемін. Қыздар, мінекей мен өзіме қажетті үлкендікке дейін тоқып қойдым. Менде барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 қатар болды. 8-ші қатарда прибавкалардың арасы, мына жерде прибавка жасалған болса, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавкалардың арасында 6 столбик с накидом болғанға дейін тоқып шықтым. Прибавка 6 столбик с накидом, прибавка 6 столбик с накидом. Осылай ряд аяқталды. Енді менде бұл шеңбердің үлкендігі 18,5 сантиметр болды. Маған нағыз керекті размер осы болып тұр. Енді ары қарай өзіңізге қажетті размерге дейін тоқып алған болсаңыз, сіздікі меніңкінен үлкен болуы мүмкін, немесе кіші болуы мүмкін. Егер балаға тоқып жатқан болсаңыз, үлкен болса, бұдан үлкен жасасаңыз, бірақ тым үлкен болып кетуі мүмкін. Ер адамға может тағы да бір ряд үлкен тоқуға болатын шығар, егер ер адамға тоқитын болсаңыз. Өзіңізге керекті размерге дейін тоқып алған болсаңыз, ары қарай жалғастырамыз. Енді біз мынау донышкасын тоқып болдық, енді сеткасын тоқуымыз керек. Сеткасын қазір қалай тоқу керек екенін көрсетемін. 4 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 4 воздушный петля накид ілеміз. Бір петляны тастаймыз да, одан кейінгі петляға столбик с накидом тоқимыз. Бір петля тастадым, одан кейінгі петляға накид іліп, столбик с накидом тоқимыз. Осылай тұр. Бір воздушный петля накид ілеміз. Бір петляны тастап, одан кейінгі петляға столбик с накидом. Осылай
бір воздушный петля және мына жақтан бір петляны қалдырып сетка тоқимыз. Бір петляны қалдырамыз, одан кейінгі петляға столбик с накидом. Воздушный петля, бір петля қалдырамыз, одан кейінгі петляға столбик с накидом. Бір воздушный петля. Осылай ряд аяқталғанға дейін қайталана береді. Осы узорды өзімізге керекті глубинаға дейін тоқып шығамыз. Жаңа таблицада көрсеттім, қандай размерге, қандай донышко, қандай глубина болу керек екенін сол таблицаға тағы да бір қарап керекті тереңдікке дейін тоқып шықсаңыздар болады. Дәл осылай қайталана береді. Воздушный петля тоқуды ұмытпаймыз және бір петля тастауды ұмытпаймыз. Рядтың соңына дейін. Қыздар, міне рядтың аяқталуына жақын келіп тұрмыз. Осылай тұр жұмысымыз, иә. Бір воздушный петля тоқыдым. Енді біз бір петля тастап, бір столбик с накидом тоқу керекпіз. Және екінші рядқа өту үшін соединительный столбикпен жұмысымызды рядымызды аяқтау керекпіз, иә. Бір воздушный петля мына жақта тұрады. Мына жерде үшінші воздушный петляға осылай соединительный столбикпен бекітеміз. Так, мен мына жерде бір воздушный петля тоқымаппын. Бір воздушный петля. Мінекей енді болды. Осылай өзіңізге керек глубинаға дейін тоқып шығыңыз. Тағы да 4 воздушный петля. 3, 4. Накид. Келесі столбиктің үстінен тағы да столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный петля. Келесі столбикқа да солай накид ілеміз. Сол столбиктің үстінен осылай алып отырамыз. Өзі петля көрініп тұранық, е. Накид ілеміз. Келесі столбик, соның үстіндегі петля. Осылай өзімізге керекті тереңдікте тоқып алғаннан кейін кестесеміз. Қыздар, мен өзіме қажет глубинаға дейін тоқып алдым. Менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар болды. Осы глубина маған жетеді. Енді ары қарай козырогын тоқитын боламыз. Мына нәрсені ескертіп кетемін. Егер сіз төбе жағында қанша прибавкалардың арасын қанша петлямен аяқтаған болсаңыз, мына жақта дәл сол петляны ары қарай жалғастырасыз. Мысалы, менде мына жерде прибавка мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавкалардың арасы менде 6 столбик с накидом болып тұр. Яғни мен енді козырогында прибавка жасаймын, сосын 7 столбик с накидом жасаймын. Сосын қайтадан прибавка. 7 столбик с накидом, прибавка. Дәл солай ряд аяқталғанға дейін айналдырып шығам. Енді сізде егер 6 столбик емес 5 столбик болатын болса, прибавка, 5 столбик прибавка жасаған болсаңыз, онда келесі мына рядта козырок жасайтын жерінде 6 столбик с накидом, прибавка, 6 столбик с накидом деген сияқты солай жалғастырып кете бересіз. Мына жақтағы шеңберді сеткадан кейін ары қарай жалғастырамыз. Менде қазір жаңа қанша дедім? Прибавка. Так, есептен прибавка болса, мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик с накидом болған. Енді мен 7 қазір прибавка жасаймын, одан кейін 7 столбик с накидом жасаймын. 1, 2, 3 воздушный петля, накид. Сол жерге столбик с накидом тоқимын. Накид іліп, мынау арка тұр ғой, сол арканы өзіне ала беремін. 1 столбик с накидом. Столбик с накидомның үстіне екіншісін. Екіншісін. Үшіншісін аркадан. Төртіншісін столбиктің үстінен. Бесіншісін аркадан. Алтыншысын столбиктің үстінен. Жетіншісін аркадан. 8 петля
мына столбиктің үстіндегі петляға прибавка жасаймыз. Біреу, екіншісін сол жерге. Тағы да 7 столбик накидім. Аркаға біреу, столбиктің үстіне екіншісін, аркаға үшіншісін, төртіншісін столбиктің үстіне, бесіншісін мінекей аркаға астынан алып отырмын. Алтыншысын, жетіншісін, шатас қалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтыншысын столбиктің үстіне, жетіншісін аркадан. 8-ші петляға прибавка жасаймыз. 1, екіншісін сол жерге. Тағы да аркадан біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, прибавка. Біреу, екіншісін сол жерге. Осылай рядтың соңына дейін тоқимыз. Тағы да 7 столбик накидім, одан кейін прибавка болады. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, прибавка. Козерогын там боз тоқымай, сәл тығыздау тоқсаңыздар, өте керемет ұстайтын болады. Рядтың соңына дейін өз бетімше тоқышамыз. Мінекей соңы 7 столбик с накидамен аяқталды. Соединительный петлямен бекітеміз. Енді келесі ряд бізде 7 столбик с накидом и прибавка болған болса, келесі рядта 8 үш воздушный петля, сосын дәл сол жерге столбик с накидом, одан кейін 8 столбик с накидом прибавка болады. Прибавка жасалынды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және прибавка. Осылай рядтың соңына дейін 8 столбик с накидом прибавка болады. Ряд аяқталды. Қыздар, келесі ряд 9 прибавка жасап аламыз, сосын 9 столбик с накидом қайтадан прибавка болады. 2, 3 воздушный петля, столбик с накидом сол жерге, 9 столбик с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, прибавка. Және тағы да 9 столбик с накидом. Дәл солай рядтың соңына дейін тоқып шығамыз. Бізде ряд аяқталды. Қыздар, маған козерогтың осындай жуандықта болған жеткілікті. 3 ряд қана тоқыдым. Енді соңғы ряд бізде обвязка болады. Обвязкамен кері қарай, обычно былай қарай тоқимыз ғой, енді кері қарай тоқитын боламын. Әр петляға бір столбик без накидадан тоқышамын. Бір воздушный петля тоқып аламын. Одан кейінгі тұрған петляға осылай столбик без накида тоқимын. Тек кері қарай. Әр петляға бір-бірден. Осылай келесі петляға. Ең бірінші тоқып тұрған болсаңыз, сәл қиындау болуы мүмкін, одан кейін ешқандай қиындығы болмайды. Осылай. Крючокта осылай тұрады.
екеуін бірге. Осылай рядтың соңына дейін тоқышамыз. Әр петляға бір-бірден. Мінекей қыздар, ряд аяқталды. Рядтың соңына дейін тоқып шықтым. Бір петля ғана қалды. Енді қалай жасайтынымыз мінекей. Осылай келесі петляға соединять ету үшін осы жерден жібімізді қиып, мына жерде ең алғаш жасаған петляға арасына өткізіп жібереміз. Осылай үш жағынан жұмысымызды, артық жібімізді крючоктың көмегімен немесе иненің көмегімен жасырамыз. Мінекей қыздар, мен панамам толықтай дайын. Артық жібін жасырып, БТО жасап қойдым. Үтіктің көмегімен отпаривать еттім. Осындай болып шықты. Мына жақта аздап соединить еткен жерлерде осындай шовтары тұрады, бірақ қатты біліне бермейді. Осындай әдемі ерекше Прада стиліндегі панамамыз дайын болды. Менде барлығы төбесінен бастап есептеген кезде глубинасы 20 сантиметр, козырокпен қосқан кезде 20 сантиметр болып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сізге сабақ ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Түсінбеген жеріңізде сұрағыңыз болса, міндетті түрде қойсаңыз жауап беретін боламын. Егер менің мастер-классымен тоқыған болсаңыз, міндетті түрде мені белгілеуді ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше, ассаляму алейкум.